Мен Ақзерек. Астында Жанар Рахымбаева деп тұрған себебі бұл мамамның аты ғой, Жанар Рахымбаева деген. Короче, достар, мен қазір мұғалімдердің типтері деген видео түсіремін. Мына екі күнделік, ол менің күнделігім. Короче, мынау 1-ші сыныптағы, мынау 0-ші класстағы күнделігім. Қазір осыларды мен мына өзін-өзі тану кітабы, оған мән бермей қойыңыздар. Сосын мына көкшіл менің әкем мен мамам да мұғалім. Енді қатал емес. Мен қазір мұғалімдердің типтері деген видео түсіремін. Бірінші жаңадан келген мұғалім түсіретін боламын. Кеттік. Достар, айтпақшы айта кетейін, лайк басып подписаться етіңіздер. Жаңадан келген мұғалім қатал да, мейірімді де, айту білмеймін, сондай бір қызық бір түрлі. Ал кеттік менде. Мына мектепке. Саламатсыңдар ма, балалар? Мен сендердің жаңа сынып жетекшілерің боламын. Сендер алдында 4-ші сынып оқыңдар, енді достар, мен сіздерге айта кетейін, мен 4-ші сынып, енді мен 5-ші сыныпқа беремін. Өзім 2-ші сынып оқимын, енді бірақ мен өтіріктен 5-ші, 4-ші сыныпқа беретін боламын. Балалар, сендер 4-ші сынып оқығанда басқа мұғалімдерді, енді мен сендерге 11-ші классқа дейін, 10-ші классқа дейін, то есть өзім беретін боламын. Сендер қазір 5-ші класс, иә? Күнделіктеріңді өткізіңдер, балалар. Өткіз қойсыңдар, кешіңдер. Так, көрек. Күнделіктерің кілембеске оқисыңдар. Жарайды қойым. Балалар, сабақты жүргізе берейік. Ойбай, орындықтарымды. Балалар, короче, партада тыныш отыруларың керек. Ой, басым ауырып тұр ғой. Балалар, короче, бетіндер. Ана, мен сендерге бір ғой, математика сабағынан. Так, не үшін тапсырмай. Мына жерде мына тапсырманы орындай беріңдер. Осы тапсырманы орындай беріңдер. Апай, сізге бірден айтыш. Апай, неге сіз мына тапсырманы орындай беріңіз дедіңіз ғой? Енді біз сол тапсырманы қалай орындаймыз? Сіз бізге мән-жайын түсіндірмедіңіз ғой? Не болды соншама? Мына кітаптың бетінде жазылып тұр ғой, қалай неме ету керек екен. Міне, мына жерде тұр ғой, міне. Міне, мына 35-ші бетте тұр ғой. Міне, тұр ғой, міне. Қалай жазылып тұр екен, қалай істеу керек екен. Тұр ғой, не деп тұр екен. Немене тапсырманы дұрыс орындай алмайсыңдар ма? Міне, мына жерде тұр. Соны орындаңдар. Сен ұш боқ қойдың ба? Осы бала ақылды қойын, бәрін түсіндірмей. Бәрін оған түсіндірген жоқпын. Кітаптан қарады, әкел дәптеріңді, қазір көрейік. Сен кітаптан оқыдың ба? Нешінші бетті ашып отырсың? Енді өзіңіз айтпады ғой дейді. Ой қош, өзің бір қызық адам екенсің. 2 сағат шатылмай. Сен математика сабағынан 2 алдың. Қасыр. Мә, 2. Не дұрыс жазбайсың, а? Не нау? Мен сендерге кітаптан оқып түсіндір дедің ғой. Ақымақтар десе. Жайт, балалар, сабағым аяқталды. Ертеңгі үй тапсырмаға түк бермеймін, берейін ба, бермеймін ба, қойшы. Мен сендердің, короче, күнделіктерімді алып кетем. Ана күнделіктеріңді, енді күнделіктен қарайсыңдар ғой. Ана бар ғой, коридорда бар ғой, мектептің коридорының ан жерінде расписание жазылып тұрады. Соны фотоға түсіріп алыңдар. Не жаттап алыңдар. Сау болыңдар. Сабақтың тез аяқталған себебі сендерге жаңа орыс тіл болды. Сендер тапсырманы ұзақ орындағандықтан кішкене менің сабағым кішкене өтіп кеткен сияқты болды. Жарайды, сау болыңдар.
Мен кеттім. Достар, бұл видео ұнаса лайк басыңыздар. Енді мен қатал ұрысқақ мұғалімнің, өте қатал мұғалімді жазамын. Достар, мен даусым неге қызық болып тұр. Кішкене тамағым ауырыңқырап тұр. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Қазір түсіреді. Саламатсыңдар ма балалар? Тұрсыңдар шондарынан. Бұл математика сабағы. Достар, бұл короче, мен сіздерге айтарым, математика сабағы дегенде, бұл басқа мектептің математика сабағы. Мысалы, басқа қалалардың, енді мен басқа қалалардың мектебін жамандап отырған жоқпын. Бұл просто жай ойын түрлі ғой, жарайды, онда бастайық. Ал балалар, күнделіктерін мына жерге жинап қойыпсыңдар. Мен сендерге кеше айттым, мына жерге деген жоқпын ғой. Екі адам мына жерге, қалған адам мына жерге сінес. Балалар, мен мынандай жаңадан мынандай сатып алдым. Ішінде президенттер туралы, Қасым-Жомарт Тоқаев туралы. Короче, мен сендерге айта кетейін. Сендер бүйтесіңдер. Қадырбек аха. Мен қазір сендерге тақтаға жазып қойдым. Кеше сендерге тақтаға жазып қойдым. Кеше мен сендерге бүгінгі күнді түсіндірдім. Енді сендер өздеріңнің түсінде мен қалай түсіндім, сендер де солай орындауларың керек. Осыдан қазір дәптерлеріңде бір қате болсын, жандарын шығарам. Түсіндіңдер ме? Болды, жазыңдар, бастаймыз. Рухани жаңғыру бағдарламасының және Апай. Рухани жаңғыру бағдарламасына. Не болды? Не? Апай, мен болдым. Қате кет қалған жоқ па? Әкел дәптеріңді. Так. Дәптеріңді көрейік. Не мынау қате? Аспай жазбайсың ба? 2. Қате бәрін. Жазуларың немене қате? Мына 6 қосу 4. Не сынау? 7 ғой. Қате ғой науың. Шимайлап енді мынаны қара. Кетіңдерші бар. Миымды ашытып біттіңдер ғой өздеріңдер. Не жыныма тиіп. Сендердің бір ғой, басқа мұғалімдерің, сынып жетекшілерің құтырып кеткен екен. Бүкіл сабақтарыңа 5 қойып қойыпты. Сендер математикадан 2 алатын болсын. Сондарма бітті жері бұлай. Бүйтіп түртіліп кетсе де, бүйтіп кішкентай, мынандай түріліп кетсе де бәрібір. Менде тіпті кішкентай точка бұл кетсе де. Құтыңдар ма? Неған сөзін сөз қайтармаңдар. Математика сабағынан 2 алдыңдар. Мына күнделіктерінің қай күніне жазып қоясыңдар? Ақмақтар. Жазылмай қойдың ба? 2. Болды. Дәптерлеріңді болсаңдар қойыңдар. Ал қазір көрейік дәптерлеріңді. Так, мына дәптер. Нені? Сендер бүкілдерің өзі қате кете бересіңдер ма? 2 сағанда. Не болды соншама? 2 кеше күнді ол 2 алғасың.
Сауат ашудан тоже 2 алыпсың. Алдын жолғы күнде математикада тоже. Ана жолғы да тоже 2. Не өзің 2 ала бергенсің ба? Ой, бір ақымақ десе. Сендер бір миым қататын болды ғой. Сендер де бір шашымды ағартатын болдыңдар. Әкел дәптеріңді. Бүгін сендер ертеңгі күнде сабаққа жақсылап дайындалып келіңдер. Осыдан бірде біреуі дайындап келмесін, онда таяқ жесіңдер. Құтыңдар ма? Жақсылап күтпеңдер. Мектепте қаласыңдар вообще. Сосын мектепте білесіңдер ме? 11 жыл оқымайсыз. Мектепте үйге бармайсыңдар. 11 жыл мектепте қонасыңдар. Бір қате кетпесін. Құтыңдар ма? Ақымақтар. Достар, біздің видеомыз аяқталды. Достар, егер ұнаса лайк басыңыздар. Егер бұл бірінші бөлімі. Ал егер мұғалімдердің типтерінің екінші бөлімін көргілерің келсе, лайк басыңыздар. Видеоның соңы деппін ғой, шатасып кеттім. Қазір енді оқушылардың типтерін түсіретін боламыз. Бұл жерде мұғалімдердің типтері емес, енді видео аяқталды. Екеуінің біреуін таңдайсыздар. Онда кеттік. Осы сабақ. Сабақ оқып шаршап кетпесе. Нені бәрін жазып. Осылардың бәрін жазып отыру керек осы. Мұғалім, короче, бар ғой. Сіз маған көп тапсырма беріпсіз ғой. Вообще көп. Бұл видеода мұғалімді де кішкене көрсетеді, себебі бұл оқушылардың типтерінде мұғалімде болу керек қой. Ойбай, не болды соншама? Достар, бұл оқушының аты Әсел бола. Әсел деп ғой. Әсем. Біздің Әсел Ғайшыбекқызы деген алғашында мұғалім бар. Ал бұл Әсем. Мыдан аяқталады. Әсем. Енді кеттік. Ойбай, Әсем? Не болды? Неге жазбай кеттің? Бұл дегенің оқуың керек. Арманыңа сен айтасың ғой. Министр болғым келеді деп. Министр болушы сабақты оқу керек, жақсы оқу керек. Не деген құсың өзің? Оқы, сабағыңды жаз. Апай қойыңызшы, маған бәрі бір. Көп тапсырма беріпсіз ғой. Короче, мен жалықтым сабақтан. Апай қайта берсем бола ма? Қайта берсем бола ма дейді? Ойбай, Әсем, бұл саған бүйтіп келіп кетіп жүретін туысың емес. Барып қайтып жүретін қонақ емес. Бұл білім алатын үй. Бұл сенің екінші үйің, біле білсең. Екінші үйің дейді ғой. Осында қонбаймыз ғой. Достар, бұл оқушының қандай типте екенін айтпаппын. Бұл өзінше әрі андай болады ғой. Бәрі бір деп айта беретін қыз. Сондай қыздың рөлі. Кешіріңіздер, қателесіп қаптым. Апай қойыңызшы. Мен шаршап кеттім. Достар, видео енді келесі бөлім көп сөйлейтін қыз, және сапылдай беретін қыз. Апай, білесіз ба, мен кеше бар ғой, мамам бірге дүкенге бара жатқам ғой. Сол кезде бар ғой. Біз 4-ші класс, 5-ші класс оқимыз ғой. Сол кезде мен бар ғой. Тоже бірінші
5 А сыныбы бар ғой. Иә, сол 5 А сыныбы. Біз 5 сынып, біз 5 Әміз, ал олар 5 А, иә. Мен бар ғой, бір күштім, бір неметкен ғой. Иә, сол кезде бар ғой, мен ана бар ғой, не бар ғой. Сосын мен сөйтіп, олған неметіп. Әсем-ай, көп сөйлейді осы. Әсемнің подружкаларының айтқаны. Әсемде бір көп сөйлейді екен осы. Енді мұғалімнің айтқан сөзі. Сосын бір ғой маған айтады, ой, екеуміздің сөмкеміз бірдей екен. Мен өзім сөмкеме қарасам, бірдей емес. Сосын анекдот қой деп күлгі жаман. Неме бар ғой, сосын ол бар ғой. Сосын мен келесі күні дүкенге бардым ғой, сосын каникул болды ғой, жазғы демалыста біз бассейнге бардық. Сосын мен тағы 3 сағат өткен соң. Ойбай, Әсел, бол, тоқтатшы. Мына Әселді-ай. Әселдің мұғалімі болмай қою керек еді осы. Әсел құрбым-ау, осындай құрбы боламын, сапылдай береді. Сондықтан ғой оны прогулкаға апармайтынбыз. Әсел. Енді 1 сағат өткен соң, 4 сағат қой, 3 сағатқа 1 сағат. Сосын бар ғой, біз ана бар ғой, сосын біз Алмағашқа бардық. Сосын маған мама бар ғой, сен өскенде маникюр жасатасың. Сосын сен сабақтан бес аласың, сосын мен күнделіктен ал. Сосын біз ана прогулкаға мені подружкаларым бұрында барып жүреді, қазір апармай қойды. Иә. Апай, мен болдым айтып. Енді сабақты өткізе берейік. Әсел, сен түстен кейін оқымайсың ба? Біздің сабақ 4 сағат болады ғой. Сағат уже 6 болып кетті сен. Айтқаншы. Бар қайта бер, сабақ өте алмай да қойдық қой, бүгін тапсырман. Сау болыңдар, балалар. Ой, Әсел-ай. Сен де бір енді. Не деген сапылдақ қызсың, Әсел. Түшіңдегі барлық сөзді бейтші. Ана бар ғой, үйдің арты, сендердің үйлердің арты орман ғой. Сол жаққа бар да, өсегіңді айғайлап тұрып айтып тасташы. Сосын сабаққа келгенде түк сөйлемей қаш. Миым ашып кетші, Әсел. Ой, апай, не болды? Жындырды ма мені? Ой, жарайсы қойшы. Апай, мен тағы да бар ғой. Болды, я, Әсел болды, қойш. Өтінем. Әңгімеңді басқа бір көп сөйлейтін адамдарға айтшы. Пожалуйста. Басым ауырып кетті. Сабақта не өткізе алмады. Сабақта бітіп қойды уж. Дышыға дайындала беріңдер. Дышыдан кейін балалар, дышы бар екен ғой, кешіріңдер. Дышыдан кейін балалар үйге қайта беріңдер. Әсем, сен дышыға қатыспайды екенсің ғой, мамаң жазып жүреді. Жарайды, ойбай, сабақ бітті. Достар, осымен видеоны лайк, егер келесі бөлімін көргілеріңіз келсе, онда лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Ой, бұлай бастамайтын жарым. Жарайды, сау болыңыздар. Кеттім.